біздің студиямыздың қонағы жоғарғы сот кеңесінің мүшесі Жанат Оспанова. Жанат Әнуарқызы, кеш жарық студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Сонымен өткен жылдың қорытындысы бойынша өздеріңіздегі яғни судьялардың кадрлық жағдайы қандай? Ең алдымен бұл ұлттық баяндама деп отырғанымыз, бұл жыл сайын жоғары сот кеңесі дайындайтын жалпы судья корпусының жай-күйі туралы талдамалық құжат. Бұл заңнамаға сәйкес бұл құжатты, бұл баяндаманы жоғары кеңес қалыптастырып, мемлекет басшысына ұсынады, және бұл қоғамда жариялануға жататын құжат болып табылады. Оның негізгі мақсаты баяндаманың сот корпусының сандық, сапалық сипатын, сонымен қатар осы кадрлық саясаттағы бағыттарды жан-жақты көрсету болып табылады. Енді 2025 жылға тоқталатын болсақ, бұл 2025 жылы осы сот жүйесіндегі кадр саясатының сапалық жаңа кезеңге қадам басқан кезі болды деп айтуға, толық сеніммен айтуға болады. Өйткені бұл жылда ең басты бұл құрылымдық реформа, бұл өздеріңіз білесіздер, өткен жылы шілде айында, 1 шілдеден бастап Астана қаласында өңіраралық кассациялық соттар ашылды. Бұл кассациялық соттарға жоғары білімі, тәжірибесі мол, жоғары тәжірибелі, жаңағы жұмыс көрсеткіштері жоғары судьялар тағайындалды. Тағы да бір өткен жылдың жақсы нәтижелерінің бірі бұл кадрлық жағдайдың жақсару деп айтуға болады. Өткен жылы жаңадан 151 судья тағайындалды. Бұл көрсеткіш қаншалықты аз ба көп деген сұраққа жауап беретін болсақ, бұл кадрлерді толтыруды 97,3%-дан 131,3%-ға өскенін білдіреді. Яғни соңғы 5 жылда алғаш рет осы неше жылдар бойы бос тұрған 64 вакансиялық орын бірінші рет толтырылып отыр. Яғни дәл қазіргі уақытта судьялардың кадрлық тапшылығы жоқ. Кадрлық тапшылығы жоқ деп сеніммен айтуға болады. Егер бұған дейін міндет сол кадрлық тапшылықты тежеу болатын болса, ал 2025 жылы бұл үдерісті тоқтатып, керісінше енді ваканттық орындарды қысқартуға бет алып отырмыз. Енді мына судьяға үміткерлерге талап күшейіп жатыр, осыған кішкене тоқталып өтсеңіз, жаңағыда материалда айтып өттік, мінекей үміткерлердің тек 24,5% ғана сыннан мүдірмей өтті дейді. 4-тен 1 ғана өткен. Бұл судьялардың, болашақ судьялардың дәрежесінің деңгейі ме, қалай? Жоқ, бұл енді судьяларға қойылатын талаптар өте жоғары талаптар қойылады. Олар бірнеше кезеңнен өтеді. Бұл кезеңнен өтеу оңай емес, өйткені 5 саты деуге болады. Бірінші ол компьютерлік тестілеу өтеді. Онан кейін эссесі бар, онан кейін ситуациялық, яғни кейс тапсырмаларын жазады. Онан кейін міндетті түрде құзыреттер бойынша сұхбаттан өтеді. Одан бөлек олар қосымша тексерулерден өтеді, яғни олардың моральдық, адамгершілік тұрғысынан. Сондықтан екшеленіп, ең соңында ол 24% ол қалыпты жағдай деп есептеймін. Жалпы қазір судьяның тапшылығы қай жақта сезіледі? Еліміздің орталығында ма, жоқ әлде өңірлерде ма? Ондай тапшылық шалғай аудандарда судьялың жетіспеушілігі бар, бірақ бұл жерде проблеманы шешу үшін де жоғары сот кеңес тарапынан, оның басшысы тарапынан, басшысының бастамасымен бірнеше кешенді жұмыстары жүргізіп жатыр. Оның бір жұмыстарының бірі, мысалы, бізде сот академиясы бар да, соның сот академиясының түлектерінің арасында 2025 жылы жіктеу шкаласы жасалып отырды. Бұл жіктеу шкаласы бойынша жаңағы төмен рейтингі кандидаттарды, жаңағы түлектерді шалғайдағы аудандарға жұмыс ұсыну. Сол сияқты үздік бітірген рейтингі жоғарыларға конкурссыз орындарды ұсыну жөнінде заңнамалық өзгерістерге ұсыныстар дайындалып жатыр. Тағы да бір мәселе, мына судьялардың жауапкершілігі жөнінде. Жауапкершілік күшейді ме? Енді жауапкершілік судьяларға әрдайым жоғары жауапкершілік, жоғары талаптар қойылады. Сондықтан жауапкершілікті күшейту, не бәсеңдету деген мәселе бұл жерде айтуға келмес, бірақ судьяға жауапкершілікке тарту механизмі өзгеріп отыр қазір кезде. Өткен заңда судьяларды жауапкершілікке тарту механизмі өзгеріп отыр. Мысалы, қазіргі қолданыстағы заңға сәйкес судья екі жағдайда ғана жауапқа тартылуы мүмкін. Ол біріншіден, егер істі қараған кезде өрескел бұзушылық жасаса, екіншісі судья
этика нормаларына қайшы судья беделіне кір келтіретін теріс қылықтар жасаған кезде тартылуы мүмкін. Жұмыс кезінде ма, жоқ әлде жұмыстан тыс? Этикаға қатысты жұмыстан тыс болса да, ол өйткені судьяның несі беделі кіршіксіз болу керек. Сондықтан ол этика жұмыстан тыс уақытта да ол міндетті түрде этика нормаларын сақтау керек. Енді өрескел бұзушылық бойынша, мысалы, судья бұрынғы өзгеріске дейін, мысалы, бұл қалай жүргізілетін еді? Егер жоғары тұрған сот судьяның тарапынан істі қарау кезінде бір қандай да бұзушылық анықтайтын болса, өрескел бұзушылықты ол облыс көлемінде қаралады. Ары қарай жіберу, жюриге жолдамау сол облыста шешілетін еді. Қазіргі кезде тәртіп бойынша міндетті түрде бұл жоғары тұрған орган бірінші ұсыныс дайындайды, жаңағы өрескел бұзушылық анықтаған жағдайда ол міндетті түрде сот жюриіне түседі. Ол жерде сот жюриі барлық өрескел деп танылған барлық факті сот жюриі арқылы қаралуға жетеді. Ары қарай сот жюриі өзі шешеді, бұл өрескел бұзушылыққа жата ма, жатпай ма, тәртіптік жауапкершілікке тартыла ма, тартылмай ма, сот жюриінің құзыретіне жатады. Ал судьяның жаңағы жауапкершілікке тарту, ол кім тарапынан болады? Сот жюриінің тарапынан комиссиялы түрде тартылады, тәртіптік жауапке тарту мәселесі. Ол, мысалы үшін, жоғарғы өкілетті орган, мысалы үшін өздеріңіз жоғарғы сот, жаңағы аудандық немесе қалалық судьяның өрескел қателік жібергенін қайдан біледі? Айтып отырма, бұл жерде өрескел қателік қай кезде анықталады? Ол сот іс қараған, іс материалдарын қараған кезде, жоғары тұрған сот, сол істі қарау кезінде судья қателік жіберген анықтаса, онда ұсыныс дайындайды. Жаңа жоғары тұрған сот, мысалы, аудандық сотқа облыстық соттық апелляциялық сатысы соның судьялары алқалы түрде ұсыныс дайындайды, анықталған өрескел бұзушылықты. Яғни бастамашылық осы жоғары тұрған сотта жатады. Солардың бастамасымен ары қарай уже тәртіптік іс қозғалысын бастайды. Жақсы, мына соңғы сұрақ, қысқаша ғана жауап берсеңіз. Сіздердің жүйелеріңізге жасанды интеллект енгізіліп жатыр ма? Қаншалықты көмегін тигізіп жатыр? Жасанды интеллект енгізу, жасанды интеллект бойынша, мысалы, азаматтық істер бойынша бар, өйткені ол жаңағы сыртқа мысалы сот санкциялайтын істер болады, материалдар болады, олардың саны көп. Сондықтан сондай мәселелер бойынша енгізілген шамалы бар істер. Көмек тиіп жатыр ма? Тиіп жатыр, иә. Жақсы, Жанат Әнуарқызы, енді өкінішке орай тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі. Келіп студиямызға, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз.